орыс халқы ертегісі түлкі мен тырна. Бір күні түлкі тырнаны қонаққа шақырады. Түлкі ботқаны таба ыдысқа салады. Тырна келгенде тырна ұзын тұмсығымен шоқып жей алмайды. Түлкі тірекені жалап жейді. Тырна ренжіп, түлкіні өзіне ертең қонаққа шақырады. Түлкі тырнаға қонаққа келгенде, тырна сорпаны үлкен құмыраға қояды. Тырна өз үлкен тұмсығымен жейді. Түлкі өз үлкен аузымен жей алмайды. Сол түлкі мен тырна бір-біріне ренжісіп қалады.